Қайдамыз? Қызық жер екен өзі. Бұл мектеп қой. Керемет, ғажап. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз сендердің жаңа достарыңбыз. Біз сендермен бірге бірінші сыныпта оқитын боламыз. Қалай екенін білгің келе ме? Қара! Балалар, біз сендерді математика әлеміне қызықты саяхатқа шақырамыз. Бұл жерде сендер қызық есептер мен бас қатырғыш жұмбақтарды шешу мүмкіндігіне ие боласыңдар. Бәріміз бірге сандар теңізімен жүзіп өтеміз. Шамалар алқап арқылы өтіп, өлшем және салыстыру жазықтығына барамыз. Геометриялық пішіндер тауларынан асуға тырысамыз. Қисық өзен бізді екінші жаққа қалай өту керектігі жайлы ойлануға мәжбүрлейді. Түзу жол бізді жаңа білімге алып шығады. Біз санауды, есептеуді, өлшеуді, сызуды үйренеміз және осы керемет елдің заңдары жайлы көп нәрсе білеміз. Саяхаттағанды ұнатасыңдар ма? Мен қатты ұнатам. Өзімен бірге компас, карта және әлем тану оқулығын алып жүремін. Біз жер шарын аралап, көптеген қызықты деректер анықтаймыз. Отанымыздың тарихын, мысалы, алтын адам, сақ патшайымы, тұмар жайлы бізге аңыз афсаналар айтып береді. Біздің әлем тез өзгереді. Біз одан қалыспауымыз керек. Біз денсаулықты қалай сақтап, заманауи әлемде достарды қалай табуға болатынын анықтаймыз. Осы және тағы да басқа көп нәрсені біз әлем тану оқулығынан білеміз. Балалар, мен компьютерлік технологиялар әлеміндегі сендердің көмекшілеріңмін. Кеттік, соңымнан еріңдер. Біз компьютердің құрылымын зерттейміз. Сурет салу және құжат жасауға арналған бағдарламаларды пайдалануға тырысамыз. Интернеттің әлеміне виртуалды саяхат жасаймыз. Ал менің оқулығым ерекше. Мұнда бояулар мен дыбыстар әлемдері өзара тәтті өмір сүреді. Олар саған әлеміміздің қаншалықты әдемі әрі ғажайып екенін түсінуге көмектеседі. Біз қазақтың музыкалық аспаптарымен танысамыз. Коллаж және аппликация жасауды үйренеміз. Бізді сызықтар, пішіндер және түстермен таңғажайып таныстық күтіп тұр. Барлық музыкалық аспап бірдей дыбыс шығарады ма екен? Ол жайында біз ғылымға кіріспе оқулығынан білеміз. Керемет! Біз ғылым әлеміне аттанамыз. Біз сұрақтарды сауатты қоюды және болжамды қалай жасау керектігін білетін боламыз. Біз тірі және өлі табиғат қандай құпия жасыратыны жайлы ойланамыз. Даламызда, ормандарымыз бен суларымызда қандай жануарлар өмір сүретінін зерттейміз. Ғылыммен айналысу керемет екенін білемісің? Біз жас ғалым боламыз ғой. Міне достар, таныс болдық. Достығымыз нығая түсу үшін біз саған оқулықтарымызды сыйлаймыз. Енді сен білім жолымен сапарға аттауға дайынсың. Оқуда табысқа жету үшін